Меня зовут Барри Аллен, и я самый быстрый человек на Земле. Достар, сәлем! Бүгін біздің қолымызға DeLonghi Primadonna Elite Experience кофе машинасы түсті. Бірден айта кетейін, егер сіз кофені сүйетін болсаңыз, немесе әрбір таңды осы сусынсыз бастай алмайтын болсаңыз, біздің обзорды көруге міндеттісіз. Кофе машина туралы айтпас бұрын, тарихты еске алайық. Итальяндық музыка? Рахмет. 1902 жылы Италияның Тревизо деген қаласында кішкентай отбасы шағын шеберхана ашады. Олар отын пешіне арналған бөлшектерді жасаумен айналысып, кейін кофе машина шығарушылардың үздіктеріне айналды. Ол отбасының тегі DeLonghi. Міне, бүгінде бұл шағын отбасының атын әлем біледі десек қателеспейміз. Бұл бренд әлемді несімен қызықтырады? Оны алдағы уақытта айтамыз. Ал енді DeLonghi ICAM 685 моделіне тоқталайық. Кофе машиналардың атасы, көшбасшысы деп бекер айтпайды. Біріншіден, оның сыртқы бөліктердің көбісі металмен қапталған. Сондықтан көп жылдар бойы жұмыс атқаратынына күмәнданбаңыз. Ал екіншіден, жұмыс барысында дауысы қатты шықпайды. Қорабының ішінде кофе машинаға керек тіпті одан да көп жабдықтар бар. Машинаның өзі және астыңғы түп қоймасы. Түп қоймада барлық қалдықтар жиналады. Негізгі және қосымша ыдыстар және оған қоса басқа да керек заттар толып тұр. Жинақтамасы туралы тағы не айтуға болады? Бұл жерде бірден қолданып кету үшін барлығы дайын тұр. Тек кофенің өзінен басқа. Құрастырушылар тіпті мұз салатын ыдысын да дайындап берген. Себебі DeLonghi салқын кофені де әзірлей алады. Құрылғының конструкциясы ыңғайлы дайындалған. Мысалы, кофенің дәні тұратын бөлігін жоғарыда орналасқан. Басқалары секілді шетінде немесе артында емес. Одан бөлек осы жерде ұнтақталған кофені салатын бөлігін байқауға болады. Қосып сөндіру кнопкасы да төбесінде. Ары қарай кеттік. Шетінде суға арналған резервуар тұр. Оны алып шығару оп-оңай. Осылай аласыз да, мінекей. Және де керек десеңіз, ішіне фильтрді де орналастыруға болады. Естеріңізде бар шығар. Кейбір кофе машиналарының су резервуарларын алу деген бір үлкен жұмыс. Енді екінші жағында бізге жақсы сый дайындалған. Бұл жақта сүт тұратын қоймасынан бөлек, тағы бір ыстық шоколад немесе коктейль дайындайтын ыдысы бар. Дисплейге келетін болсақ, итальяндықтар мұны жасар алдында бастарын біраз қатырған секілді. Себебі расымен де ыңғайлы ғып дайындаған. Тіпті дисплейге басудың өзі жағымды. Бірақ мойындау керек, 2021 жылы үшін бұл экран ескілеу. Қайткенмен де бұл дегеніңіз 5 жыл бұрын шыққан техника. DeLonghi деген не? Ол кофе машина емес. Мен үшін ол кофехана. Өйткені ол тек кофені ғана емес, бұдан бөлек ыстық шоколад, әртүрлі коктейльдер істей алады. Және де жай ғана капучино мен латтеден бөлек, тағы да күрделі тек баристаның қолынан келетін әртүрлі сусындар істей алады. Сондықтан үйден шықпай-ақ, DeLonghi деген баристамен кофе ішіп отыра беріңіз. Мұның ішінде 16-дан астам сусынның түрі бар. Одан бөлек смартфонның арқасында өзіңіздің талғамыңызға қарай кофе дайындап, атауын өзіңіз қойсаңыз болады. Итальяндықтар өзінің қазақ бауырлары туралы да ұмытпаған. Сондықтан бұл жерде біз тек кофе ғана емес, шайды де іше аламыз. 4 түрлі шайды дайындау үшін әртүрлі су температура режимдарын дайындаған. Сүт ыдысына тоқталайық. Бұл жерде латте крема систем орнатылған. Бұл функциямен сүттің көбігін қалағаныңызша жасап, тіпті ішінде қалып қойған сүт қалдықтарын тазарта аласыз. Төменгі бөлігіне келейік. Бұл жерде біздің ішкен кофенің қалдықтары осындай таблеткалар түрінде сақталады. Сондықтан тазарту процесі көп уақыт алмайды. Бағанадан бері кофе деп айтып отырмыз. Өзімізге сәл дайындап ішпейміз бе? Кофе дәндіктері бар, суымыз дайын тұр. Мен мысалы өзіме капучино дайындағым келеді. Ол үшін бізге сүт керек. Ал енді мына жерін алып тастап, оның орнына сүт дайындаймыз. Мінекей, капучино микс. Енді бізге ең қалғаны тек күту. Лайфхактың уақыты келді. Егер сіз көбіктің көп болғанын қаласаңыз, сүттің майлылығына қарамаңыз. Оның ақуызына, яғни белогына қарау керек. Ол деген 3%-дан төмен болмау керек. Айтпақшы, эспрессо мен американоның қандай айырмашылығы бар деген сұрақты жиі естимін. Сондықтан тарихқа қайтадан оралайық. Кезінде итальяндықтар Америкадан келген қонақтарға эспрессо дайындап берген.
Мұхиттың арғы жағынан келген қонақтар қатты ащы деп ішпей қойыпты. Мұны естіген итальяндықтар суды тағы көбейтіп қосып берді. Содан кейін американдықтарға бұл кофе ұнапты. Осы оқиғадан кейін американо деген кофе дүниеге келеді. Американо сәл жұмсағырақ, ал эспрессо қаттылау. Достар, көптеген кофе машиналар американоны дұрыстап дайындай алмайды. Себебі су мен кофе автоматтың ішінде бір жерге кеп араласады. Ал DeLonghi'да бірінші эспрессо жіберіп, үстінен суды құяды. Негізі кофе машинаның өзі хабарламаның бәрін дисплейдің үстіне шығарып береді. Мысалы, су немесе кофенің дәндері бітіп қалып, немесе тазарту керек болса, оның бәрі дисплейге шығады. Сондықтан қолдану оп-оңай, артық білім керек емес. Бұл кофе машинаның тағы артықшылығын айтпай кету мүмкін емес. 6-ға жуық жеке кабинет ашуға болады. Яғни әр адам өзіне ыңғайлап сүйікті кофесін дайындайды. Бұл құрылғы жиі ішілетін кофені өзі алдыңғы қатарға шығарады. Сол үшін күнде ішілетін сусынды тізімнен іздеп отырмайсыз. Ал енді қорытындылайық. Біріншіден, DeLonghi кофе машинасы өте оңай, қарапайым, қолдануға жеңіл. Екіншіден, үйден шықпай-ақ баристаның сапалы кофесін іше аласыз. Ал үшіншіден, оның сапасы. Осы кофе машинамен 5 жылдан бойы қолданып жүрген адамдарды білемін. Әлі өзінің жұмысын керемет атқарады дейді. Технодомкас әдеттегідей күрделі техника тілін оңай түсінікті жеткізуге тырыстық. Келесі көріскенше, сау!